орта мектепте басталады. Онда біз Сито есімді оқушыны байқаймыз. Біз оның сыныптасына арналған қағазға жазып, онымен жақынырақ танысқысы келетінін білдіргенін көреміз. Егер ол оның өтінішін қабылдаса, ол бақытты болады. Сосын оны байқамай үстеліне қалдырады. Сыныптасы үстеліне қайтып келгенде, ол қағазды көреді және онда не жазылғанына таң қалады. Содан кейін ол тікелей эфир бөлмесіне барады. Ол мектеп радиостанциясының мүшелерінің бірі. Ән шыққаннан кейін ол газетке қайта қарайды және әлі күнге дейін Цитоның оны ұнататынына сене алмайды. Біз оның оны байқаған бойда абдырап қалғанын көреміз және оның да оны жақсы көретінін түсіну оңай. Біз Сатоның мектептегі ең танымал және ең сымбатты бала екенін білдік. Қыздардың көпшілігі оны жақсы көреді, өйткені ол сабырлы, өзін өзі күтетін және спортпен де айналысады. Ол оған жақындағанда, ол кекештеніп орнында қатып қалады. Досы Джунра оған жақындап, оны шетке сүйреп апармайынша, ол орнынан қозғалмайды. Олар кетіп қалу үшін. Олар бірге серуендеп жүргенде, Рода одан: "Егер Сато сенімен бірге болғысы келетінін айтса, сенің реакцияң қандай болар еді?" деп сұрайды. Алдымен Джунра бұл сұраққа таң қалады, бірақ ол "жоқ" деп жауап береді. Өйткені оның айналасында тым көп қыздар бар сияқты. Қыздардың көпшілігі оған үнемі қарап тұрады. Оның үстіне ол оның түрі емес. Қазіргі уақытта ол тек болашағымен ғана айналысады. Осы кезде Рода үнсіз жүріп, Сато туралы ойларға бой алдырады және досының пікірі ол үшін маңызды емес, өйткені ол оның оған деген сезімі бар екеніне сене алмайды. Кейінірек ол өз бөлмесінде болғанда, ол оған жазған қағазын қолына ұстап, ара сияқты айналып, есінен танып қалады. Келесі күні біз оның хатты електің қалтасына, етігінің қалтасына салып, оны ешкім көрмей тұрып, тез кетіп бара жатқанын көреміз. Біз оның кешірім сұраған хатын жазғанын білеміз, өйткені ол оны жақынырақ білмейінше онымен қарым-қатынас жасай алмайды. Содан кейін біз Ситоға барамыз. Оған басқа қыз өзінің сүйіспеншілігін мойындайды, бірақ ол сабырлы түрде жауап береді, кешірім сұрайды және оған қазірдің өзінде таңданатынын айтады. Анаға барамыз. Онда Рода сыныптастарының алдында бірдеңені бейнелейді. Қыздар оның айналасында отырып, мұқият тыңдайды. Егер мұғалім түсіндірсе, олар онша назар аудармас еді. Олардың бар ойы Сато қатты таңданатын бақытты қыздың кім екендігі. Екінші жағынан, біз Роданың өз үстелінде жалғыз отырғанын, оларды тыңдап отырғанын және олар айтып отырған қыз екенін айтудан ұялатынын байқаймыз. Тағы бір сабақ кезінде ол үстелінің тартпасынан елеуіштен бір жапырақ қағазды байқайды. Онда оның жауабы бар. Онда ол бір-бірімен жақынырақ танысуда ешқандай проблема жоқ екенін айтады. Ол оқығанына таң қалып, кенет орнынан тұрады. Мұғалім мәселені шешкісі келеді деп ойлағанға дейін, бірақ ол кешірім сұрап, оған аздап импульсивті болғанын айтады. Содан кейін ол басы ауырып тұрғандай өз ойына батып тұрады. Бұл жерде бір қызығы, Сато Леонараға сәл ерекше қарайды. Біз төбесі әбден тозған Родаға қайта ораламыз. Ол не істерін білмей, хабар тарату бөлмесіндегі сағаттың тілі сияқты жүгіреді. Ол онымен кездесуге баруы керек пе, әлде газетті мүлдем көрмегендей кейіп танытуы керек пе? Осы кезде ол айнаға қарап, "Ол мені таңдады" деген нені білдіреді деп сұрайды. Ақырында ол тынышталған кезде ол оған жауаптарын бөлменің алдындағы жәшікте қалдыра алатынын айтып, басқа қағазбен жауап береді. Олар арқылы хат жазыса бастайды. Біз оның өтінішімен шынымен келісетінін көреміз. Уақыт өте келе олардың хабарлары ешқашан бітпейтін сияқты және біз олардың екеуі де айналасындағылардың бәріне көңілді және мейірімді болып қала беретінін байқаймыз. Бір күні ол оның бөлмеден шығып бара жатқанын көріп, оның дәл алдында тұрғанын көріп таң қалды. Бұл оның жүрегін елжіретіп жіберді. Кенеттен олардың ми жасушаларында ақау пайда болып, бір-біріне не айтарын білмей қалады. Сатоның досы Роданың қолынан ұстап, одан кешірім сұрап кетіп қалады. Осыдан кейін ол қорапты ашуға тырысады және оның оған хат жазысатыны туралы жазба қалдырғанын біледі. Өйткені ол онымен жақынырақ танысқысы келеді. Ол қағаз таусылғанша бір-бірімен хат алмасуды жалғастыру керектігін түсіндіреді. Оның айтуынша, бұл жағдайда олар тікелей бетпе-бет сөйлесе бастайды. Бірақ ең үлкен сілкініс ол оған ой, Джунраның мінез-құлқы Рода үшін үлкен тосынсый болды. Өйткені ол оның досына ғашық екеніне сенімді. Оның көңілі қалғаны анық. Біз Юраның мектепте танымал екенін және оның байсалды мінезімен танымал екенін білеміз. Ол заң профессоры болғысы келеді. Бір күні ол барлық студенттер жиналған семинарда болды. Осы кезде Рода Сатоның сөйлеп тұрған кезде Юнираға таңдана қарап тұрғанын байқады. Ол басынан өткерген ауыр жағдаймен не істерін білмей дал. Ол өзінің Джунра емес екенін және күнделігін оған қайтаратынын түсіндіріп, оған қағазға жазуды ұйғарады. Біз оның аяқ киім шкафына барып, оны сол жерден тапқанда, оның абдырап қалғанын көреміз. Оның жүйкесі қысылып, жерге құлады. Осы кезде ол онымен сөйлесуге рұқсат сұрайды. Оның Джунраның жақын досы екенін біле тұра, ол одан ол туралы сұрайды және Джунраның онымен ол туралы сөйлесіп жатқанын білгісі келетінін айтады. Ол оған Юнираның оның түрі емес екенін айтқанын айтудан бас тартады, бірақ ол досының оған шынымен не айтқанын біледі. Ол оған ақшаны қайтаратынын, оған жақын арада SMS жіберетінін және ол бақытты болатынын. Осыдан кейін Рода онымен жалғыз досы ретінде сөйлесуді шешті, өйткені ол онымен бетпе-бет келіп,
оған шындықты айтудан қорқады. Олардың әңгімелерінен Рода оның өзімен бір топты жақсы көретінін білді. Келесі күні ол мектепте оқып жүргенде оның футбол ойнағанын көріп, оған деген сүйіспеншілігі оның көзінен анық көрінді. Ол ақыры оған шындықты айтқан кезде оны кешіреді деп үміттенеді. Баспалдақпен түсіп бара жатып, ол Юнираның бұрынғы жігітімен кездеседі. Осы кезде ол мүмкіндікті пайдаланып, одан кем дегенде қалыпты сөйлесу үшін қайта қосылуын сұрайды. Тіпті сыныптастары болса да, басқа ештеңе жоқ. Бірақ ол әлі де абдырап қалды және оған қалай жауап беру керектігін білмейді. Кейінірек, ол бөлмеде болғанда, оның да топтың да сүйікті әні Сито ойнай бастайды. Әрине, Ситоны қуантады, өйткені ол оның жақсы көретін нәрселеріне қызығушылық танытады. Осы уақыттан бастап олардың жазбалары арқылы олардың әңгімелері айтарлықтай кеңейе түсті. Тағы бір жолы біз Роданың сыныптастары оны караокеде ән айту үшін бір жерге апарып жатқанын көреміз. Кездейсоқ, ол сол жерден Ситоны тауып алады. Ол ренжігені анық. Біз бұл Джунраның олармен бірге болмағандықтан екенін білеміз. Ол Роданың қасында отырғанын көріп, одан Юнира туралы сұрағанына сене алмайды. Ол жауап бермеген соң, ол сол күні осы әнді ойнауды сұрағанын сұрайды. Әрине, ол топты меңзеп тұр. Ол бейтарап жауап береді. Бұл қалыпты жағдай. Кейде солай болады және достары одан белгілі бір әндерді орындауын сұрайды. Ол өзіне ішетін нәрсе сатып алуға шыққанда Сато таң қалады. Ол тіпті оны ұнатпайтыны анық және ол оған басқа адамдар сияқты сенің де пікірің әрқашан жоқ, дейді. Адамдар саған бірдеңе айтып жатыр, ал сен жай ғана жарайды деп айтасың. Солай болды. Оның үнсіздігі оған жеткілікті болды, деп қосады ол. Ол өзінің тыныш мінезіне таң қалғанын, оған қарайтын нәрселердің көпшілігіне жауап бермейтінін және оның соншалықты тыныш екенін ешкім түсінбейтінін, шын мәнінде оның нәзік екенін және оңай ұялатынын түсіндіреді. Ренжігенін сезген Рода сыныптастарынан кетуге рұқсат сұрайды. Сато да үйіне бару керектігін айтып, көп ұзамай оның соңынан ереді. Жолда келе жатып, ол онымен сөйлескісі келеді деп күдіктенгендіктен мазасызданады. Олар бірге келе жатқанда, ол одан бір қадам алда тұрады. Содан кейін ол бұрын айтқан сөздері үшін кешірім сұрайды. Ол оған Леонораны ұнататынын айтқан кезде қатты таң қалады. Роданың ренжігені анық. Ол мұның нені білдіретінін бұрыннан білсе де, бұл оған таң қалмады, бірақ ол әлі де қатты аурады. Ең бастысы, Сато бәрін одан сайын нашарлатады және Родаға Леонораға деген сезімін білдіруге көмектескенімен, оның шынайы эмоциялары жасырылғанын түсінуге мәжбүр етеді. Оның білуінше, ол оларды артта қалдырды. Олар хабар тарату залының алдындағы стендті бір-біріне делдал ретінде пайдаланады, бірақ ол дөрекі болып, оны ренжітеді. Ол оған оның бәріне жай ғана ой, бұл сүйкімді деп жауап бергеніне ренжігенін және солай екенін түсіндіреді. Содан кейін ол оған ашуланғаны үшін екінші рет кешірім сұрайды. Ол ештеңе болған жоқ деп жауап бергенде, ол бұған қарамастан, сен маған бұл мәселе бойынша өз пікіріңді де айтпадың дейді. Ол оның назарын оның өз пікірі және оның астарында себеп болу керек екеніне аударады. Бұл күлкілі, өйткені ол бұл сөзді алғаш естігенде күледі. Ол таң қалып, оны мазақ етіп жатыр деп ойлайды. Кейінірек оның бірнеше жігіт ойнап жатқан допты тепкенін көргенде, ол оны шынымен жақсы істеп жатқанына сендірді. Ол оған бір кездері футбол клубының мүшесі болғанын, бірақ енді ойнамайтынын айтты. Ол оны жайбарақат тыңдап, басын изеді. Сато үндемей қала алмайды. Ол оған мұндай сөзді айтудың дұрыс екенін айтты, бірақ ол одан ойнауды тоқтатуға не себеп болғанын сұрауы керек. Ол оған мұндай шешім қабылдамас бұрын мұқият ойлану керектігін айтқысы келетінін айтты. Ақыры оның ашық сөйлеп тұрғанын естігенде, ол оның бетінен ұстап, байсалды болған кезде Дональд Дакқа ұқсайтынын айтып күлді. Ең бастысы, ол түсінбей, оған өзі туралы 3-ші сыныпта оқитын сіңлісі бар екенін және олардың қарым-қатынасы өте ұқсас екенін айта бастады. Анасы кішкентай кезінде қайтыс болды. Әкелері оларға анда-санда келіп тұрады, өйткені ол шетелде жұмыс істейді. Олар әжесімен бірге тұрады, деп жалғастырды ол. Әжесі қартайғандықтан, ол енді оған қамқорлық жасай алмайтынын, сондықтан ол мектептен оралғаннан кейін үй шаруасымен айналысатынын түсіндірді. Оның міндеттеріне байланысты бұл оның сүйікті хоббиіне әсер етті. Рода оған өзінің қиын өмірі туралы айтқан кезде мұңаяды. Сондықтан ол оған үміт береді және ол бұрын қол жеткізе алмаған нәрсеге қол жеткізе алатынына сенімді болуы керек деп сендіреді. Оның таланты болғанша, ол қайтадан қол жеткізе алады. Қазір болмаса да, бұл кейінірек болатыны сөзсіз. Оның сөздері оған қатты әсер еткені анық және оның оған деген ерекше сезімі пайда бола бастады. Тағы бір жолы ол Сайла мен Юнирамен бірге болды. Олар мейрамханада дәмді нәрсе жеді. Сайла Юнираның тіркеу парағына назар аударды. Жұмаға арналған таңдауы туралы сұрағанда, Юнира оған заң факультетіне түсетінін айтты. Рода туралы айтатын болсақ, Скилла одан бұл туралы сұрағанда, ол әдеттегідей әлі де тартынатынын айтты. Скилла сабырлы түрде сүйгісі келетінін және сүйікті болғысы келетінін айтты. Солай болды. Келесі күні мектепте Скилла мен Рода бірге серуендеп, Сатоны досымен бірге көреді. Достар, ол олардан Юнира туралы сұрайды. Ал Сайла Родаға бұрылып, Сато оны жақсы көретінін сұрайды. Сонымен бірге Сайла Юнираның әдемі екенін және оны жақсы көруге лайық екенін мойындайды. Содан кейін ол Сатоға орта мектептен бері тәнті болғанын мойындайды. Осы кезде Рода шошып кетті де, сен де оған тәнтісің бе? Бірақ Сайла оны бұған сендіреді. Оның әңгімесі олардың арасында құпия болып қалуы керек және сыртқа шықпауы керек деп сендіріңіз. Бұл ғана емес, Сайла Родадан көмек сұрайды.
ал Рода еш ойланбастан келіседі. Уақыт өте келе олардың сыныптастары Роданың әндердегі талғамының бір жақты махаббат тақырыптарына ауысатынын байқай бастайды. Кейде ол тек әндерді тыңдайды. Сито жақсы көретін топтың әндері. Ол үйде болған кезде ол Сатодан досының айтқан әндері бұрынғыға қарағанда жақсы естілетіні туралы жаңа жазба табады. Роданың ренжігені анық, өйткені ол оған сөйлесіп жатқан адам Юйра емес, Рода екенін айтқысы келеді, бірақ ол қорқады. Мен оны дұрыс түсінбеймін және оны өзімшіл деп ойлаймын. Соған қарамастан, ол оған хабарлама жібермеуге қарсы тұра алмайды және олардың хабарларын жалғастырады. Осы уақытта біз Сатоның жаттығу кезінде дәптерінен оның сөздерін оқып жатқанын көреміз және олар оған өз ісін жалғастыруға батылдық пен құмарлық береді. Келесі күні Сайла Сатоның досы Роузбен кездеседі. Ол оған өзімен бірге ойын-сауық саябағына баруды ұсынады. Ол келіскен кезде ол оған Сатоның да сонда болатынын айтып, Джунраны өзімен бірге алып кетуін өтінеді. Сайла сабаққа келе салысымен өзін жайсыз сезініп, көңіл күйі туралы айтады. Роданың жүрегі мұны естіген сәтте дірілдейді, өйткені ол Юйра мен Сито сөйлесіп, оның Юйраның орнына жазбаларға жазып жатқанын білуі мүмкін деп қорқады. Ең бастысы, Сато Родаға олармен бірге жүруді ұсынады. Осылайша топ үлкенірек болады және ыңғайсыздық болмайды. Алғашында бұл идеяны жоққа шығарғанымен, ақыры жағдайды қабылдайды. Демалыс күні ол мұқият дайындалып, не киетінін өзі таңдайды. Біз оны ойын-сауық саябағына алғашқылардың бірі болып келгенін көреміз. Сато оны көргенде, оның сыртқы келбетіне тәнті болғаны анық. Оның күнделікті киімі мен шаш үлгісі мектептегі киімінен мүлдем өзгеше. Қыз оған қарап, сезімін жасыруға тырысады және оған бұлай әрекет етпеуін айтады. Ол әлі де оны шынымен ұнататынына сене алмайды және бәрі өзгере бастайды. Юйра келіп, Сатоның жүзіндегі таңданысын байқаған кезде, ол Юйраның оған көңіл бөлетінін де түсінеді. Біз Роданың Сайланы барлығымен таныстырып жатқанын және олардың барлығы бір-бірімен танысып жатқанын көреміз. Сато сәл абдырап қалған сияқты, бірақ Родаға оны көргеніне қуанышты екенін айтады. Ең бастысы, олардың барлығы ойын-сауық саябағында тамаша уақыт өткізді. Бұл күн ойындарға, күлкілерге және әзілдерге толы болды. Барлығы бірге тамақтанып жатқанда, Рода Сато мен Юйраның бір-бірімен өте жақсы араласатынын байқады. Олар оңай араласады және өте дос сияқты. Роданы қатты ренжітетін нәрсе ол оларды тамаша сәйкестік деп санайды. Осыдан кейін Сато қоқысты тастауды шешті. Сол кезде ол Родадан қандай сусын алғысы келетінін сұрайды. Әдеттегідей, ол не болса да деп жауап береді және ол бұл туралы оны мазақ етеді. Ол оған қызыл бұршақ сорпасын әкеліп жатыр. Ол таң қалды. Ол мұны қалай таңдады? Ол оған бірінші болып бірдеңе айтқанын еске салады. Ол оны алып, дәмін татады. Бір қызығы, ол оны шынымен жақсы көреді. Бұл жерде ең бастысы, ол оның назарын қайтадан өзіне аударады, өйткені ол әлі де бір кездері айтқан мәселемен күресіп жатыр. Оның өз пікірі жоқ. Ол оған ұялшақтықпен жауап беріп, бұл оның табиғаты екенін айтады. Бірақ кенеттен Сито үнін өзгертіп, бұл оның кез келген жағдайдан ләззат алудың артықшылығы екенін және бұл жақсы нәрсе екенін білуге мүмкіндік береді. Оның сөздері оны шынымен бақытты етеді. Әсіресе ол оған ойындардың бірінде жеңіп алған қонжықты сыйлағанда. Күннің аяғында ол Сито мен Юйраның ат арбасында бірге мініп бара жатқанын көргенде мұңаяды. Олардың бір-бірімен жақсы араласатыны және бір-бірімен толық үндес болып көрінетіні анық. Сол күні кешке ол үйде болған кезде, Рода ойын-сауық саябағына барудың көңілді болғанын дәптеріне көзіне жас алып жазып алатын. Келесі күні хабар тарату бөлмесінде Сато онымен сөйлесіп, оған ағылшын алфавитінің дұрыс айтылуын үйренуге көмектесетін кітап береді. Кейінірек біз Роданың ағылшын тілі емтиханында бірінші орынға ие болғанын білеміз. Ол өте жақсы баға алмаған Сатодан айырмашылығы. Ол әзілмен оны осы пән бойынша ең жоғары балл алғанын естігенін айтып, ағылшын тілінен сабақ беруін сұрап, оны қорқытуды шешті. Кетер алдында ол өзінің аккаунтының атын жазып, оған береді. Басқа жолы ол оны кітапханада күтіп отыр. Ол жаттығуға келеме деп ойлайды. Кенеттен ол оның алдына шығып, оның үйіне жаттығуға келуін ұсынады. Қыз қатты шошып кетті. Ол орнында қатып қалды. Ал оның оған мылқау қарап тұрғанын байқаған кезде ол шошып кетті. Ол оған әжесі мен сіңлісінің үйде болатынын еске салады. Сондықтан алаңдайтын ештеңе жоқ. Олар серуендеп жүргенде Джунра оны тоқтатып, оған радиобайланыс курстарына жазылу үшін парақшасын берді. Рода оған біраз уақыт сөйлеспегеніне қарамастан көмектескені үшін алғыс айтады. Біз Сатоның бір сәтке Юйраға тым көп көңіл бөлгенін байқадық. Бірақ көп ұзамай олар өз жолдарын жалғастыруда. Олар Роданың үйіне келгенде, ол оқуға мүлдем көңіл бөле алмайды. Оның көзқарасы бөлмені аралап, декорацияға таңданады және олардың талғамы мен стилі бірдей екенін түсінгеніне қуанышты. Олар жаттығу жасап жатқанда, оның сіңлісі Шекер оларға шай мен тәттілер әкеледі. Сол күні кешке Сито Родуды үйіне шығарып салады. Кенет ол оның қолынан ұстап, баскетбол алаңына қарай тартып алғанына таң қалады. Ол оған баскетбол ойнауды үйреткісі келеді. Ол допты себетке түсіру үшін тізесін бүгіп, білектерін қалай дұрыс жылжыту керектігін көрсете бастайды. Ол мұны бірнеше рет көрсетіп, оның қимылдарына назар аударуын сұрайды. Қыз мұны 1, 2, 3 рет сынап көреді. Ақырында ол гол соға жаздады. Сол кезде Сито оған футболдан кететінін айтқан кезде, ол сол кезде ренжігенін,
бірақ оның сөздері оның көңіл күйін өзгерте алғанын және оған жетіспейтін құмарлықты қайтарыңыз. Сол күні ол үйде болғанда, ол оның айтқандары туралы ойлана береді және өзін кінәлі сезіне бастайды. Келесі күні ол Ситоның Юнирадан өзінің тарих кітабын алып келуін сұрағанын байқайды. Әрине, бұл жай ғана сылтау, өйткені ол онымен сөйлескісі келеді. Солай болды. Осы уақытта сыныптастары олардың бір-біріне қаншалықты сәйкес келетіні туралы сөйлескенде, ол ренжіді. Ол досына жақсылық тілесе де, біз оның үзіліс жасап, хабар тарату бөлмесіне барғысы келетінін байқаймыз. Осы кезде Рода оны сол жерде күтіп тұр. Екінші жағынан, біз Ситоның хабар тарату бөлмесіне қарай бет алғанын көреміз. Ол жазбаларды қорапқа салғысы келеді, бірақ олардың қатар тұрғанын көргенде, ол бағытын өзгертіп, олардан аулақ болады. Ең бастысы, Рода одан татуласуын және олардың арасындағы барлық реніштерді ұмытуын сұрайды. Алайда, ол одан кешірім сұрайды және олардың жай ғана дос екенін түсіндіреді. Басқа ештеңе жоқ. Бұл кезде Сато қасында тұрып, олардың айтқанының бәрін тыңдайды. Кейінірек, ол үйде болған кезде, ол оның айтқандары туралы тағы да ойланатын болады. Содан кейін Сатодан хабарлама келеді. Онда ол ағылшын тілінен алған бағалары онымен бірге оқығаны үшін, жақсарғаны үшін алғыс айтады. Осы кезде ол мүмкіндікті пайдаланып, келесі күні кездесуді сұрады, өйткені онымен маңызды нәрсе туралы сөйлесу керек. Содан кейін біз оның оған бәрін айтуды шешкенін білеміз. Келесі күні ол сыныпқа келіп, сол жерден бірнеше қызды тауып алды. Сыныптастары Родадан сол күні таңертең қасында тұрған әдемі бала туралы сұрады. Ол айта бастады. Олар оның басқа мектептен екенін айтып, онымен кездесуін өтінді. Ол келісті. Сол кезде Рода оның қасында оған тәнті болатын тағы бір адамның бар екеніне назар аударудан тартынбады. Ол түсінбейді. Мұны естіген бойда ол оған бұрылып, оның жақсы емес екеніне сендіреді. Оның сөздері тұзақ, яғни ол Сатоның таңданысын жасырғысы келеді және қызғаныштан қиналады. Ол Юнираны айналасындағы ұлдардың назарын жақсы көреді деп айыптайды және барлық әңгімелер қыздардың қызғанышына айналады. Юнира оған рұқсат етілген нәрсенің шегінен шықпауды ескертеді. Содан кейін Рода сыныпта жалғыз қалады. Ал бұрынғы жігіті оның ренжігеніне сендіреді, өйткені ол бұлай болғанын, олардың арасында соншалықты алыс болғанын қаламады. Осы кезде Сато пайда болады. Ол оған шындықты айту үшін үстелдің тартпасынан дәптер алмақшы болды, бірақ ол оның алдынан шығып, оның қолынан ұстады. Екеуі де мектептің төбесіне шығады. Ол оған достарының төбелесіп қалғанын және ол істің ортасында болғанын айтуға батылы барады. Өйткені ол ешқашан шешім қабылдамайды және әрқашан тартынбайды. Ол әрқашан маңызды нәрселерден абдырап қалатынын, сондықтан оған көмектескісі келетінін түсіндіреді. Ол алыстағы тауды нұсқап, оның алдында тұрғанын елестетіп, қатты айқайлауын сұрайды. Ол оған еліктеу үшін мұны өзі жасай бастайды. Ол да солай істеуге тырысқанда, оның даусы алғашында күңгірт естіледі, бірақ бірте-бірте оның жаңғырығы бүкіл мектепте жаңғырады. Кейінірек, ол қайтып келгенде, онымен бірге сыныпта отырып, бұрынғы жігіті туралы сөйлесіп, оны әлі де жақсы көретінін сұрайды. Ол оның ешбір сезімін ешқашан қайтара алмағанын түсіндіреді, өйткені ол оның екіұштылығына шыдай алмай, онымен ажырасып кетті. Ол келесі жолы біреуді ұнатқанда, оған адал және түсінікті болуға кеңес береді. Келесі күні ол хабар тарату бөлмесінде болған кезде, Сайла оның алдына шығып, қасында бар жазбаны қосуды өтінгенде таң қалды. Қыз қарсы емес, бірдеңе болмай тұрып, оқушылар әннің сыныптастарының бірінің өтініші бойынша орындалатынын біледі. Біз бұл әннің кешірім туралы екенін білеміз. Сол кезде Сайла одан кешірім сұрайды. Рода таза жүрекпен кешірім сұрайды және соған сүйене отырып, екеуі бірге кешкі ас ішеді. Екінші жағынан, біз Юнираның хабар тарату бөлмесіне қарай жүгіріп бара жатқанын байқаймыз. Ол төбелеске қатыспаса да, оны бастамаса да, олардан кешірім сұрайды. Біз үшеуінің татуласып, қалыпты жағдайға оралғанын көреміз. Олар бірге түскі ас ішіп отырғанда, Джунира бөлменің сыртында қандай да бір қозғалысты байқады. Осы кезде ол сыртқа шығып, бірнеше минуттан кейін қолына жазба ұстап қайтып келді. Оны ашқанда, ол Родадан ішінде жазылған сөздердің мағынасын түсіндіріп беруін өтінді. Әдеттегідей, Рода не деп жауап берерін білмей, одан кешірім сұрады. Юнира мұңайып кетіп қалады. Тағы бір жолы дивизиондар арасындағы жарыстың уақыты келді. Роданың командасы ойнап жатқанда, Сато жақын жерде тұрып, оның гол соғуын күтіп, оны бақылап отырады. Доп оған тиеді де, оны себетке лақтырмас бұрын, ол өзінің жаттығуын есіне алады. Шынында да, ол гол соғып жатыр. Кейінірек, Сато сыныпқа кіріп, оның үстеліне қараған кезде, ол өзінің сүйіспеншілігінен бас тартқысы келмейтіні және ол мұны ешқашан жасамайтыны туралы жазба тауып алады. Осы кезде Сато бұл сөздердің өзіне арналғанын сезеді. Біз назарын аударған Родаға қайтаораламыз. Қараңызшы, ол бұрынғыдан қаншалықты өзгерді. Енді ол өз ойын еш ойланбастан айта алады. Онымен бірге болған кезде бұл оның мінезінде емес еді. Біз оның оған айтқан сөздері оны Юнирамен әңгіме бастауға итермелейтінін көреміз. Олар бірге серуендеп жүргенде, Юнира оған балабақшадан бері дос болғанын еске салады. Ол өзін жақсы білетін және босанудың табиғатында ешкімді ренжіту болмағанына сенімді адам екенін білдіреді. Сондықтан ол өзінің жақсы ниетіне сенімді және оған жазба береді. Ол оған өтірік айту қиын болғанын айтып,
оның қаншалықты азап шеккенін елестетеді. Сондықтан ол оған Сатомен шыншыл болуға кеңес береді. Өйткені бұл оның өзін жақсы сезінуіне көмектесетінін біледі. Сол күні кешке Рода Йонирамен сөйлесер алдында жазған мақаласын оқып отырып, жалғыз отырды. Келесі күні ол оған жауап жазуды ұйғарып, оны үстелінің тартпасына қалдырады. Сыныпқа кіріп, мұны көргенде, ол бірден хабар тарату бөлмесіне жүгіреді. Ол сонда болғандықтан, біз Роданың радиода сөйлеп, сыныптастарынан әрі қарай өмір сүруін сұрағанын бірінші рет көріп отырмыз. Әрине, және оның шынайы келбетін өзгертпеңіз. Осы кезде Йонира оны тыңдап, Роданың ақыры өз сезімін білдіріп, естігісі келетін, әрқашан айтқысы келетін сөздерді айтып жатқанына қуанады. Ең бастысы, Сато онымен байланысып, жауабында жазған сөздерінің мағынасын білгісі келеді. Ол оған мұны басынан бастап жазғанын, бірақ оған ешқашан шындықты айтпағанын айтады. Ол сөйлесіп жатқанда, ол кездейсоқ бірдеңеге тап болып, хабар тарату түймесін іске қосады. Ол оны көптен бері жақсы көретінін мойындап, таң қалдырады және бұл туралы көптеген жолдармен меңзеуге тырысты. Екінші жағынан, барлық студенттер оны тыңдайды және оның оған тәнті болғанына қуанады. Өйткені ол айналасындағылардың бәрі жақсы көретін, сабырлы және мейірімді адам. Осы кезде ол оған оқиғаның үстелінде қалдырылған хаттан басталғанын түсіндіреді. Сол кезде ол мұны Джунра жазды деп ойлады. Таңқаларлық жайт, олардың жазбалардағы әңгімелерінен ол қателескенін түсініп, бұл сөздерді жазған Рода екенін растады. Ол онымен әрқашан ол дұрыс түсінбегендей емес, Род сияқты сөйлесетінін айтып, оны таң қалдырды. Ол сондай-ақ оған көп жағдайда одан көзін алмағанын айтты. Ол оған болғанның бәрін түсіндіргеннен кейін, ақыры оған деген сүйіспеншілігін мойындады. Кенеттен Рода айқайлап, оны қатты жақсы көретіні сонша, оның батылдығына таң қалғанын айтады. Бұл оған тым күтпеген болып көрінеді, бірақ бәрібір оның адалдығына қуанады. Осы сәттен бастап олар осы әлем бойынша саяхатын бірге жалғастыруды шешеді. Сериал осымен аяқталады. Соңына дейін оқыған болсаң, каналға жазылып, лайк басып, бізге қолдау көрсетесің деп үміттенемін. Сізге ұнайтын басқа эпизодтарды да көре аласыз. Бізде көптеген әдемі сериалдар бар. Мен сізге ең жақсыларын ұсына аламын. Құрметті көрермен, рахмет және тыныштық тілеймін.